сәл ойландыратын сұрақ. Бірінші рет осындай сұрақ келіп тұр. Братан эндуро сезоны ашылғанда мотордың ішін бір жайып алғанға қандай машинаның майын қойса болады? Жүрмеймін, просто оталдырамын, просто оталдырғанда нормальный смазкаға дейді. И сосын осы комментарийдің соңында жазған, что өткен сезонда мотюль 7100-ді құйдым, и оның алдында басқа бір маймен шайып жіберсем жақсы болатын еді. Себебі мотюлі 7100 сәл андай выгорать етті, сәл азай қалды дейді мөлшері. Бірақ мен былай ойлаймын, негізі эндуро болса, в принципе, канистрда жартылай синтетика деп жазылып тұрса, онда соны құйған дұрыс ау. Потому что егер де синтетика құрамы көп болып кетсе, тоже нежелательно, потому что ол переплата, ал екіншіден синтетика сәл сұйықтау болады да, и мопедтерге, эндуроларға, мысалы Қытай технологияларымен, ол жақта өзінің двигательдері 2000 жылғы, 1980 жылғы сондай технологиямен жасалғанда, оларға қазіргі синтетика майлар былай плюс болмайды, негізі жартылай синтетикада бола береді. Поэтому оны ештеңкені жасамай, просто жартылай синтетиканы құя берсең болады. Мысалы, мен де өзім эндурома жартылай синтетика құйдым, нормально. Сосын, мысалы, промывка деген нәрселер бар, бірақ машинаға құйылады негізі. И чем, то есть машиналарда бар, машинаның моторларына промывка қояды, суға ұқсас бір химия, тоже мотор майын сияқты, бірақ бесцветный, өзі деген мөлдір болады, прозрачный, и соны құяды, и содан кейін шаятта төгіп жіберіп, потом нормальный май қояды. Бірақ мотоцикл, мопедтерде промывканы қолданғанын былай білмеймін, зерттеу керек та. Оны прям ертеңді әкеле салуға болады промывканы, бірақ оны зерттеу керек та, қарау керек, промывка қалай болады екен бұл моторларға. Себебі автотематиканың өзінде промывка кішкене енді былай сәл спорный былай моменттері көп та оның. Машинаның майын шайып алғанға дегенде, я не советую, конечно, но егерде прям құйғың келіп бара жатса, онда дәл сол тұтқырлықпен құйған дұрыс. Егерде китайский эндуроларға көбінесе 10V40 ұсыныс етіледі ғой заводтардан, онда машинаның 10V40-ын енді құйып көр. Главное, ол именно 10V40 болу керек, более-менее нормальный бір бренд, полнозольник, примерно C3, B4 или просто C3 дегендей. Но, скорее всего, ол именно мотюльден болды, слишком қымбат майда керек емес та. Поэтому мой совет, ешқандай автопромывка да керек емес, автомайды да болған қоймай қой. Просто эндуроңа полусинтетика, более-менее танымал бір фирманың, брендтің майын қой, и нормально болады.